Маңғыстау халқы сын сағатта күлі қазақ жұртымен бірге Ақтөбедегі ағайынның қайғысымен бөліседі. Мұндай кезде ел ішіне бүлік салып, елдің тыныштығын қашырған жауыздарға күш біріктіріп тойтарыс берген жөн дейді ақтаулықтар. В эти дни мы должны быть едины. Мұндай ауыр кезде баршамыз бірлігімізді көрсетуіміз керек. Өйткені бір шаңырақ астында өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан құқық қорғау органдары мейлінше түсіністікпен қарап, қолдан келгенше иық тіресе қимылдау қажет. Мұндай жағдай енді елімізде қайталанбас екен дейміз. Мы все очень скорбим. Ақтөбеде қаза болғандарға қайғырып көңіл айтамыз. Елбасымыздың мәлімдемесі біздерді одан әрі біріктіре түсті. Президент ешқандай да есерсоқ экстремистер мемлекетіміздің тұтастығы мен бірлігіне сына қаға алмайтынын және халық бірлігінің мұндай сойқандарға тойтарыс беретінін қадап айтты. Я не хочу, чтобы в нашем Казахстане Президенттің мұндай зұлымдықтарға қарсы шараларды күшейту керектігі жөнінде айтқандарын толық қолдаймын. Өйткені бүгінгі тыныштық пен берекелі тіршілігімізді сақтап қалу үшін әрқайсымыз жауапты екенімізді ұмытпауымыз керек. Бірлігіміз мығым болған сайын арам пиғылдардың да жолын кесу оңай.